Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз осындай керемет творожный шоколадный пирог жасайтын боламыз. Өте керемет болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Ең бірінші қамырын жасайтын боламыз. Біз бір жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін еліктен өткізген ұнымызға үстіне разрыхителімізді қосып, және 30 грамм какаомызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Оның үстіне 100 грамм сары майымызды қосып, осылай қолымызбен үгітіп алатын боламыз. Осылай жақсылап үгітіп алғаннан кейін, жаңағы дайындап қойған жұмыртқамызды қосатын боламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жарты сағатқа холодильникке қойып қоятын боламыз. Одан кейін салмасын жасайтын боламыз. Біз творогымызға қантымызды қосып, оның үстіне жұмыртқамызды қосып, бір жұмыртқа және кукурузный крахмалымызды және 3 ас қасық қаймағымызды қосып, осындай блендермен езіп алатын боламыз. Біздің массамыз осындай қоймалжың болып шығады. Міне осындай сұйық болмау керек, дәл осындай қоймалжың болып тұру керек. Одан кейін біз қамырымызды алып, қолымызбен осындай формамызға жайып шығатын боламыз. Менде 24 сантиметрлік форма. Осы қолмен жайып шығамыз. Одан кейін массамызды салып, вертелька қылып жайып шығатын боламыз. Болғаннан кейін біз духовкамызға 180 градуста 20-30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Неге біздің творожный пирогымыз дайын болып шықты. Енді 1 сағатқа бөлме температурасында суытып алатын боламыз пирогымызды. Пирогымыз суытып болғаннан кейін біз осындай ганаш жасайтын боламыз. Шоколад 100 грамм шоколадымызға 50 грамм майды қосып, осылай микроволновкада ерітіп алатын боламыз. Алғаннан кейін шоколадымыз суытып, ендігі творожный пирогымыздың үстіне осылай құйып, барлығын жайып шығатын боламыз. Дайын болған пирогымызды 1-2 сағатқа холодильникке қойып, одан кейін жей берсеңіздер болады. Керемет пирог болып шықты. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер.